Сәлеметсіздерме? Менің есімім Сериков Дәулет Серғалиұлы. Мен Көктің көлі жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы. Бүгін біз кері жүріс әдісі арқылы логикалық есептерді шығару жолдарын өтетін боламыз. Мақсаты оқушылардың логикалық ойлауын дамыту, жан-жақты білім алуына жағдай жасау және математикаға деген ынтасын қалыптастыру. Логикалық тапсырмалар арқылы оқушылардың ойлау қабілетін жетілдіру, танымдылық белсенділігін арттыру және математика пәніне қызығушылығын дамыту. Білім алушылардың танымдылық қабілеттерін дамытып, математикалық сауаттылықтарын арттырудың негізгі бір жолы қызықты логикалық тапсырмаларды орындату. Логикалық тапсырмалар зерделік, қиялдау, тапқырлық, шапшаң есеу қабілеттерін дамытады. Сонымен қатар, логикалық ойлауға түрлі тәсілдерді қолдануға ықпал етеді. Есептерді түрлі тәсілдермен шешу жолдарының іздестіру, баланың ойын тереңдеуіне, икемділіктерін қарқынды дамуына ықпал етеді. Келесі, мен бір сан ойладым. Ол санға 7-ні қосып, 5-ті азайтты. Нәтижесінде 8 болды. Ойлаған санды табыңыз. Бұл жерде нәтижесінде 8-ге 5-ті қосамыз. Шыққан нәтижесін 7-ні азайтамыз. 8-ге 5-ті қосқанда 13, 13-тен 7-ні азайтқанда әрине бізде 6 болады. Белгісіз санды табыңыз. Белгісіз санға 3-ті қосып, шыққан нәтижесін 27-ті қосқан кезде 46 болады. Демек, бұл жерде кері жүріс әдісі арқылы іздейтін болсақ, 46-дан 27-ні азайтып, шыққан нәтижесінен 3-ті азайтамыз. 46-дан 27-ні азайтқан кезде 19, 19-дан 3-ті азайтқан кезде бізде болғанда әрине 16. Жауабы міне. Келесі, екінші деңгейдегі тапсырмалар. Мен бір сан ойладым, оны 6-ға көбейттім, шыққан санға 3-ті қосып, 5-ке бөліп 4-ті азайтқанда нәтижесі 5 болды. Мен қандай сан ойладым? Бұны таба іздеп. Екінші деңгейдегі тапсырмалар. Мен бір сан ойладым, оны 6-ға көбейттім, шыққан санға 3-ті қосып, 5-ке бөліп 4-ті азайтқанда нәтижесіне 5 болды. Мен қандай сан ойладым? Бұл жерде кері жүріс әдісі арқылы шешіп көрейік. Нәтижесін бастаймыз. 5-ке 4-ті қосамыз, 9 болады, 9-ға 5-ті көбейткен кезде 45. 45-тен азайтамыз, 3-ті болады, әрине 42, 42-ні 6-ға бөлген кезде 7. Бұл жерде тек амалдарды тізбектен орындадық. Тексерсек, 7 жерде 6, 42, қосамыз 3, 45, 45-ті 5-ке бөлген 9, азайтамыз 4-ті, тең болады, әрине 5. Шыққан нәтиже шығып тұр. Өзіндік жұмыс. Екінші деңгейдегі тапсырма. Мен бір сан ойладым, оны 9-ға бөлдім де 4-ке көбейттім. Шыққан санға 7-ні қосып, 12-ні азайтқанда нәтижесінде 11 болды. Мен ойлаған санды табыңыз. Бұны табатын болсақ, кері жүріс әдісімен. Демек, белгісіз санға 9-ды бөліп көбейтеміз 4-ке. Шыққан нәтижесіне 7-ні қосамыз да 12-ні азайтамыз. Кері жүріс әдісі арқылы есептейтін болсақ, керісінше 11-ге 12-ні қосып, азайтамыз 7-ні, бөлеміз 4-ке, көбейтеміз 9-ға, шығады 36. Жауабы 36. Келесі тапсырма. Үстел үстіне бірнеше кітап жатыр. Барлық кітаптың жартысын және тағы бір кітап алғанда үстел үстіне 2 кітап қалды. Үстел үстіне барлығы неше кітап жатқан еді. Демек, бұл есепті шығаратын болсақ, бізге 2-нің жартысы деген 1-дің жартысын алған кезде 2-ден 2, демек 2-ден 2 1-ді алған кезде 2-ден 1 қалады. Демек, белгісіз санға 2-ні бөліп, шыққан санның нәтижесінен 1-ді азайтқанда 2 шығып тұр. Біз бұны кері жүріс әдісі арқылы шығаратын болсақ, 2-ге 1-ді қосамыз 3 болады, 3-ті көбейтеміз 2-ге, жартысына деген ол бізде нәтижесі 6 болады. Келесі тапсырма. Бөлшкеде судың 3-тен 1 бөлігін және 5 шелегін пайдаланғанда, бөлшкеде 7 шелек су қалды. Бөлшкеде барлығы қанша шелек су болған. Бұны кері жүріс әдісі арқылы іздейтін болсақ, 7-ге 5-ті қосып 12 болады. 12-ні 2-ге бөлеміз. Демек, 3-тен 2 бөлген кезде 6 болады. 6-ны көбейтеміз 3 бөлікке, ең болады 18.
керек су қалды. Келесі бізде тапсырма 3-ші деңгейдегі тапсырма туристер тобы саяхатқа жолға шықты. Ол бірінші күні барлық жолдың жартысын жүріп өтті. Екінші күні қалған жолдың жартысын жүрді. Ал үшінші күні алғашқы 2 күннен кейін қалған жолдың жартысын жүріп өткенде әлі жүретін 8 километр жол қалды. Туристер жүріп өткен жолдың осы жалпы ұзындығы қандай? Бұл жерде бірінші күнді табатын болатын болса 8 километр жол, 8-ге 8 километрді қосамыз 16 километр. Демек үшінші күні ол 16 километр жол жүрді. Екінші күні 16-ны 2-ге бөліп келгенде 32 километр. Демек ол 32 километр жүрді. 2 күн сонда жартысы 32-нің жартысы. Келесі тапсырма. Астанадан Алматыға дейін шыққан жүрдек пойызының бірнеше вагоны бар. Қарағанды қаласында пойыз құрамына сонша вагон тіркелді. Ал жарық станциясында 1 вагон ағытылды. Шу станциясында вагондардың саны 4-ге артылғаннан кейін пойызда 19 вагон болды. Астанадан шыққан жүрдек пойыз құрамы электровозымен бірге алғанда қанша болды? Демек, бұл жерде 19-дан 4-ті азайтамыз 15 Шу станциясындағы вагондар саны. 15-ге 1-ді қосқан кезде 16 жарық станциясындағы вагондар саны. 16-ны 2-ге бөлген кезде 8 болады. Қарағанды қаласынан келген вагондар саны болады. 8-ге 1-ді қосамыз 9. Астанада шыққан пойыздар саны құрамы. Білім биік шың, ал белсенділік сол шыңға апарар баспалдақ. Назарларыңызға рахмет.